Алматының төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға ескерту жасады. Ертең найзағай ойнап, күн күркірегенде терезені жауып, электр құрылғыларын өшіріп, темір заттарды ұстамауға кеңес береді. Егерде сол сәтте көлік ішінде болсаңыз, жол шетіне тоқтап, терезені жауып, іштен шықпай күткен абзал дейді. Найзағай жарқылдағанда жанармай құймаған жөн екен. Ал велосипед, мотоциклді тізгіндегендер болса, бір шетке қойып, 30 метр қашықтыққа алыстай тұруы тиіс. Төтеншеліктер осы сақтық кеңесіне құлақ түруге шақырады. Синоптиктер ертең Алматыда көшпелі бұлт шығып, күндіз өткінші жаңбыр жауады деген болжамын айтты. Ауа температурасы 24-26 градус аралығында сақталады. Шымкентте де найзағай ойнап, жаңбыр болады деп күтілуде. Астананың күн райы құбылып, әлсін-әлсін жаңбыр жауып, күн күркірейді деген болжам бар. Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің солтүстік батысында, солтүстігінде бұршақ жауы мүмкін. Республика бойынша жел күшейеді, ал оңтүстік батыста тұман түседі.